Мен Машықкер Тілеспаева Мадина Айдарқызы. Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 3-ші сыныпқа арналған математика пәнінен симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар тақырыбына сабақ жүргізетін боламын. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Қазір бізде математика сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын менің сұрақтарыма жауап беріңдерші. Көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайындықтарың қалай? Сабаққа деген ынталарың қалай? Жарайсыңдар. Осындай көңіл күймен сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Шеңбер, дөңгелек және оның элементтері тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына оқулықтың 32-ші бетіндегі 8-ші жаттығу берілген еді. Барлығымыз орындап, ізденіп келдік деген сенімдемін. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын тыңдап болғаннан кейін, сендер пікір айтып, толықтырулар енгізесіңдер. Жарайсыңдар, ендеше үй тапсырмасының жауабын тексерейік. Өте керемет балалар. Ендеше бәріміз ақылды тақтадағы берілген сөздерді дауыстап оқимыз. 1, 2, 3. Симметриялы фигуралардың не екенін білетін боласың. Жарайсыңдар балалар. Қалай ойлайсыңдар, неліктен сендерге осы мақсатты көрсетіп отырмын? Бүгінгі біздің жаңа сабақта симметриялы фигуралардың не екенін білетін боласыңдар. Біздің жаңа тақырып симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар, ежелгі және қазіргі ою өрнектер. Ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әртүрлі ою өрнектермен сәндеген. Ол ою өрнектерінен геометриялық фигураларды көруге болады. Мына берілген суреттерге қараңдаршы. Ою өрнектерден қандай геометриялық фигураларды көріп тұрсыңдар? Егер де әр суретті екіге тең бөлсек, онда әр бөлігі туралы не айтуға болады? Әрі қарай барлығымыз бір қағаз аламыз. Қағаздан дөңгелек, шаршы немесе тік төртбұрыш қиып аламыз. Қиып алынған қағазды тең екі бөлікке бүктейміз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Жарты бөліктері туралы не айтуға болады? Бүктеу сызығы фигураны тең екі бөлікке бөледі. Ендеше мені барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Егер түзу сызық фигураны тең екі бөлікке бөлсе, бұл фигура түзуге қатысты симметриялы деп аталады. Фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу симметрия осі деп аталады. Барлығы түсінікті болса, ұжымдық жұмысқа көшейік. Әрбір топқа қағаздан қиылған 3 бұрыш, ою, 6 бұрыш, 8 бұрыш қима қағаздарын таратамын. Әрбір топ бір суретті таңдап алып, екі жартысы беттесетіндей етіп бүгеді. Содан соң әр топ бір-біріне көрсетеді. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Берілген фигуралар симметриялы ма, жоқ па? Қане жауабын тексеріп көрейік. Берілген фигуралар симметриялы. Заттардың екі бөлігі бүктегенде беттесетін болса, оларды қалай атайды екен? Қане балалар, есімізге түсіреміз. Жарайсыңдар, заттардың екі бөлігі бүктегенде беттесетін болса, оларды симметриялы деп атайды. Балалар, бұл қима қағаздардан заттардың симметриялық осін таптыңдар ма? Ендеше барлығымыз тексеріп көрейік заттардың симметриялық остері. Ал симметрия оси деп нені атаймыз? Өте тамаша. Фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу симметрия оси деп аталады. Барлығымыз мына суреттерге назар аударамыз.
Берілген симметриялы фигураларды дәптерлеріңе аяқтап салыңдар. Балалар, жарайсыңдар, өте керемет. Ендеше орнымыздан тұрып, сәл сергіп алайық. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Оқулықтың 34-ші бетіндегі 4-ші жаттығуға назар аударамыз. Бұл жерде 3 есеп берілген. Бірінші қатардағы оқушылар бірінші есепті, екінші қатардағы оқушылар екінші есепті, ал үшінші қатардағы оқушылар үшінші есепті орындайды. Барлығымыз алдымен есепті мұқият оқып аламыз, түсініп аламыз және жауабын шешеміз. Балалар, өте керемет. Ендеше біз есептің жауабын тексеріп көрейік. Бірінші қатар, бірінші есеп. Жауабы барлығы 65 метр тоқыма бау. Барлығымызда дұрыс шықты деген сенімдемін. Екінші қатар. Жауабы 2 бумада барлығы 447 ою өрнек бар. Барлығымыз тексереміз. Үшінші қатар. Жауабы 2 шеберханада барлығы 33 тігінші бар. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Әрі қарай біз теңдеу шешеміз. Бізге 5-ші жаттығуда теңдеулер берілген. Бұл жерде барлығы 4 теңдеу бар. Біз қазір оның 3 теңдеуін орындаймыз. Бірінші қатар, бірінші теңдеуді, екінші қатар, екінші теңдеуді, үшінші қатар, үшінші теңдеуді, ал 4-ші теңдеу бізге үйге беріледі. Балалар, өте жақсы. Ендеше біз теңдеуді орындап болсақ, жауабын тексерейік. Бірінші қатар. Жауабы b тең 4-ке. Екінші қатар. Жауабы y тең 28-ге. Үшінші қатар. Жауабы b тең 225-ке. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Тапсырманы барлығымыз дұрыс және мұқият орындадық. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін төр көздегі берілген нүктелер бойынша фигураларды толықтырып салыңдар. Толықтырып салып болған соң, симметрия осьтерін сызып көрсетіңдер. Барлығымыздың қолымыздан келеді деген сенімдемін. Іске сәт. Менің сұрақтарыма жауап беріңдерші, балалар. Бүгінгі сабақта біз қандай тақырыппен таныс болдық? Симметрия дегеніміз не? Симметрия осі дегеніміз не? Симметрия осіні қайдан көруге болады? Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ендеше үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге 34-ші беттегі 6-шы жаттығу. Және айтып кеткендей, 5-ші жаттығудың 4-ші теңдеуі үйге беріледі. Балалар, сабақ аяқталмас бұрын жетістік сызғышын орындайық. Ол үшін сендер берілген сөйлемдерді толықтырасыңдар. Бірінші, бүгінгі сабақта мен түсіндім. Сендер бүгінгі сабақты не түсіндіңдер, соны толықтырып жазасыңдар. Екінші, бүгінгі сабақта мен білдім. Бүгінгі сабақта сендер не білдіңдер? Соны толықтырып жазасыңдар. Үшінші, бүгін менің қолымнан келді. Бос нүктенің орнына сендер толықтырып жазасыңдар. Төртінші, әсіресе маған ұнағаны. Бұл жерде де толықтырып жазасыңдар. Балалар, өте керемет. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Маған сабақ ұнады. Сендер де сабаққа өте белсене қатыстыңдар. Жарайсыңдар.